Құрметті бауырым, Құдай сені жарылқасын. Бүгін біз Светлана Бағуш екеуміз ерекше сізбен Құдайдың сөзімен бөлісіп, сіздердің өмірлеріңізге сондай Құдайдың рахымдылығын босатқымыз келеді. Өйткені Құдайдың сөзі ол рахымдылыққа және ақиқатқа толы. Сондықтан Құдай саған жар болсын бүгін. Ерекше өзінің киелі рухымен саған аян берсін, киелі маймен майлап, жан дүние құлпыранып, жайнап, рақаттану үшін осы өмірге. Біз, құрметті бауырымыз, сіздерге осы 90-шы забырден бастағымыз келеді. Осы забырды біз бірнеше бөлімге бөліп, оны жалғастыра береміз. Сондықтан тыңда, Құдай жарылқасын сені. 90-шы забыр, бірінші аят. Хақ тағаланың панасына тұрғандан, құдіреттің саясынан табады тыным. Осы жерде мен кішкене тоқтағым келеді. Осы жерде жазылады. Егерде адам Құдайдың панасында тұрса, яғни өте жақын тұрса Құдайға, онда сонда ғана ерекше жаратқан иенің сол көлеңкесінен ерекше жан дүниесіне тыныштыққа толады. Сондықтан, мысалы, біз Иса Мәсихке сенген адамдар өте жақынбыз Құдай жаратқан иеге. Өйткені біз жаратқан иені әке деп айтамыз. Біз оның жанұясындамыз. Біз әр жексенбі күні, мысалы, әлі карантин болмаған кезде жиналамыз жексенбі күні. Не үшін? Осы сөз біздің өмірімізге әсер ету үшін. Біз айтуымыз үшін жүрегімізде Құдай әке, мен сенің панаңдамын, мен сенің қауымыңдамын. Өйткені қауым ол рухани Исаның денесі. Өте Иса ол әкемен бір тұтас. Сондықтан осы сөз сенің өмірде де іске асады. Қай жерде сен тыным табасың, пана табасың. Яғни пана деген ол тек қана тыныштық емес, ол ерекше сенім артып, білу, сен Құдайдың қорғанышытасың. Ол сені тастамайды. Ол сені тастамайды, ол сені қорғайды. Сен сақтанасың, жамандықтан сақтанасың. Қазіргі уақытта көптеген адамдар коронавирустан қорқады. Құдай жолып кетпесе екен, ол дұрыс, бәрін қолданған дұрыс. Маска кию, перчатка кию, аяқ киімді дұрыстап, жуу содан кейін, бәрін антисептикмен нетіп. Бірақ та, егерде келтіп тұрзады Құдай қорғамаса, бірде-бір адам қорғай алмайды өзін. Қалай біз қорғансақ та біз ауырып қалған мүмкінбіз. Бірақ та, егерде біз Құдайдың сөзінде тұрып, бәрін айтқандарын істесек, қазіргі дәрігерлер, онда ерекше біз Құдайдың қорғанышында боламыз, Құдайдың панасында боламыз. Тыныштық ол не нәрсе? Тыныштық келеді, егерде сен жан дүниеңде ерекше аян алсаң, Құдай мені қорғап тұр. Ал сен қалай аян аласың? Түсінген кезде сен Құдайдың сөзі бойынша өмір сүріп жатсың. Бұл Құдайдың сөзі бекерден бекер, тектен тек жазылған жоқ. Құдайдың сөзі ол Құдайдың өзі күш береді. Өйткені сен айтсан, вау, Құдай менің панам, Құдай менің тыныштығым, оның уәдесі бұл жазылып тұрған маған. Вот это-та, бұны адам емес маған айтып тұрған. Бұны Құдайдың өзі, мына жаратушының ие, хақ тағала, осы әлемді жаратқан Құдай маған осындай уәде беріп тұр. Мен сенің панаңмын деп. Екінші аятта былай деп жазады. Мен жаратқан иеге былай дейтін болам. Бас сауғалайтын панам әрі қорғаным. Бұл сөзде Құдайдың, қалай Құдай айтады, мен сенің жаңағы... Қайтадан біз айтып кеткенде, қайтадан айтады, мен сені айтады, осы жерде адам айтып тұр, бас сауғалайтын панам әрі қорғаным дейді. Жаратқан ие. Егерде жаратқан ие адамның қорғаны болса, кім римдіктерге аралға хаттар жазады? Қарсы шығалады. Кім қарсы шығалады? Егерде Құдай бізбен бірге болса. Құдай сенмен бірге болса, кім қарсы шығады саған? Ешкім қарсы шығалмайды. Ешқандай ауру, ешқандай індет, ешқандай жамандық саған жақындай алмайды. Өйткені сені қорғап тұрған адам емес. Сені қорғап тұрған аулауындағы ит емес. Әлде сені қорғап тұрған тағы да бір нәрсе емес. Жаратқан ие қорғап тұр. Бүгін бауырласым, мен саған айтқым келеді. Осы жерде бүгін біздерді қарап отыр бір бауырласымыз. Сен қатты қорқасың. Саған соншама қорқыныш келді, сен даже ұйықтай алмайсың. Мен саған айтқым келеді. Бүгін айтқым келеді. Қорықпа еш нәрседен. Осы 90-шы забыр ол саған жазылған. Осыны оқы. Күні түні оқы, осыны өміріңде негіз қыл. Сонда көресің Құдайдың тыныштығы мен Құдайдың кереметін өзің өмірінде қорылдап, аузыңнан сүлемеке ағып ұйықтайсың. Амин.
Иса Мәсіхтің жарақаттарымен біз босатамыз. Келісіп, китаптар жазады, егерде 2-3 адам келіссе, орталарында иеміз Исаның өзі. Иеміз Иса ол жаратқан ие. Я ол адам болып келді. Бірақ та ол не үшін адам болып келді? Адамның денесін қабылдады. Яғни тәні не үшін? Адамзаттың күнәсін осы денемен аяқ-шашқа шегеліп тастау үшін. Адамзатты құтқару үшін не нәрседен? Күнәдан. Өйткені шайтан қашан адамның өмірінде орын алады? Қорқыныш күнә арқылы. Қорқыныш пен күнә арқылы. Қорқыныш ол оның қаруы, ал күнә оған мүмкіншілік адамның өмірінде орын алуға. Яғни ал күнә, мысалы, ауру ол не? Ол шайтанның құралы. Адамзатты өлтіруге, ұрлауға, алдатуға, денсаулығын ұрлап кетіп, алдап ұрлап кетіп, содан кейін өлтіруге ақырында. Ал біз болсақ, жаратқан иеге сенгендіктен ерекше жаратқан иенің панасындамыз және қорғанындамыз. Иса Мәсіх сол үшін осы жерге келді. Сондықтан қорықпа бауырымыз, біз саған айтқымыз келеді, Құдай сенмен бірге, ол сенің панаң, ол сенің қорғаның, ол сенмен бірге. Бақташы еркін, біз сыйнайық, содан кейін біз тағы да жалғастырамыз осы біздің 90-шы забырды. Жаратқан ие, біз көктегі әкетаймыз, Иса атымен осы бүкіл осы бүгінгі тыңдап жатқан бауырластарымыз үшін сыйынамыз. Олардың жан дүниеге ерекше сенің тыныштығың болсын. Қорқыныш кетсін. Олар түсінсін. Олар ерекше Исаға сенгендіктен жаратқан иенің қорғанышында. Жаратқан ие оларды өзінің қанатымен қорғап тұр. Сондықтан ешнәрседен қорықпай, тыныштықты сақтап, жүректерінде нық сеніп иеміздің қорғанына ерекше Құдайдың жарылқауында, Құдайдың рақымдылығында өмір сүрсін. Құдай әкеміз жарылқасын сені бауырымыз.